Күйеуіме намаз оқы деп айтқаным дұрыс па? Мен бірнеше рет айттым, сенімен бірге оқығым келеді. Болды, айтыпсың, болды. Айту парыз дейді қазақтар. Жән жей берме. Намаз оқымай қойған үшін сен тамақ бермей қойып, киімін қысып, жумай ондай жасама. Қайта одан да жақсы қара. Сон келеді, Құдайдан сұра. Осы әңгімені Құдайға айт. Я Алла, мен күйеуіме намаз оқығым келеді. Құдайым соған нәсіп етші деп сұра. Қайынәпкем, намаз оқығанда қарғап дұға қылам дейді. Жаман көрінетін адамдарымды дұрыс па дейді. Астағфирулла. Сол қарғысы басына кеп, аяқ аспаннан кеп айланып түссе не болады? Қарғыс айтқан адам, біреуге қарғыс айтқан адам өзі уже бәлеге жолыққан адам дейді. Неге десе, Алла аузына сондай жаман нәрсе салғаннан артық адам бұзылмайды. Ол уже бұзылып біткен адам. Мысалы, Құдай ұрды дейді сөз бар ғой. Құдай ұрды деген сөз адам банкрот болып, аштан өліп көшеде қаңғып қалған емес. Құдай ұрды деген сөз Алланы сен танымағаныңның өзі Құдайды ұрғаны. Ал енді ол намаз оқып тұрып қарғаса уже Құдай ұрмағанда не ол? Жолдасымды әррең дегенде өрез достаттым. Биыл қысаған дұрыс па дейді. Түсінбедім. Енді сәпсем қылқындырып ұстасаң, енді ла икраха фиддин, дінде зорлық жоқ енді. Сен қасында ұстап бұлай барып тұрып тамақ ішіп алса не болады ол? Келмейді ғой, дұрыс емес қой. Ол дұрыс емес, олай ұстатқан. Дінде зорлық жоқ. Ол өз ұстау керек. Бірақ қинамау керек, Ораза кезінде сізге дайырге талай рет жаздым, өкінішке жауап ала алмадым. Енді сұрақтарға енді келіп жатырмыз Ораза айға. Өте көп сабақтар, кешірім сұрайып. Енді бір сіз жазды деп қарай алмаймын, мыңдаған, миллиондаған сұрақтар ашып үлгеремедім. Мен бір өзім ақ оқимын. Мен адаммын ғой, көзімді қайта айта беремін. Көрдіңіз, көзім көрмей баратыр. Сообщение қарай берген. Оразаны мүлде ұстамай шәуел ұстауға бола ма дейді. Дейсің бе? Жақсы емес ол. Хотя бы шәуелді қазақ ұстаңыз. Депозитке ақша жинау Құдайға сенбеу ме дейді. Жоқ. Ширк, күпір деп айтамаймыз ол. Күнә, бірақ күпір емес ол. Құдайға сенбеуді күпір десетін болсақ, ал енді күнә істеу күпір емес, екі бөлек. Қонаққа шақырғанда әйел адам намазын қалай оқу қажет, егер уақыты кірген болса? Прямой, тұрады, үйде қалай оқиды, сол оқи береді. Қонаққа шақырғанда қонақ іске намаз болмайды. Бір үйдің бұрышына сұрайсың, намаз оқып алайсың дейсің, оқи бересің. Сізге қуат берсін, сіздің ефіріңіз күтіңіз, сені күтіп отырамын. Рахмет. Алланы гуа, менің екі әнші әйелім десе, әйел өтіп, ол неке бола ма дейді. Жоқ. Некенің, ну что гуасың деп айтты. Айта береді. Үйді адыраспамен аластау дұрыс па? Ниетіне қарай дұрыс. Түсімде үнемі шетелде бір қалаларды аралап жүрем дейді. Көңілдің кеңдігі, романтик болғандығын, экстрасенстерге көз қарасыңыз, олардың табиғатынан Алла солай жаратқан ба? Кейбіреулердің табиғатынан Алла сондай қасиет бергендері бар. Бұны парасат ілімі, қасиет Алла Тағаланың бір даралығы, кейбіреулердікі көбінесе алаяқтық. Бауырымды умраға жіберсем, сіздің группаға қоссам, 22-11-ге хабарласыңыз. 22-11. Қайынәпкем алыста тұрады. Менің төсек орнымды келетін еді. Соған алтын салмадың деп аузына келгенін айтты. Үндемей қоя салдым дейді. Бірақ сөздері ауыр тиді. Не істесем болады? Енді ол баяғыда айтылған, сөзі ауыр тиді саған, ол да баяғыда қалды. Ол мебелде келіп қойды. Келген жоқ, алтынды бере алмайсың, болды, үндемей қой. Қазір қосымша бер жіберсең, сен осы ма ит қып сұрап алғанша бермеуің керек еді деп одан бетер айтады. Лучше бермей қой. Былай ғой, біреу сенен қарыз сұрап келді, сен білесің оның алаяқ екенін, бермейтін, қайтармайтын. Қарыз беріп жексұрын болғанша дейді. Лучше қарыз бермей-ақ жексұрын бола бер. Тура сол сияқты. Қазір ол саған айтты аузына келгенде, сен оған енді кешір деген сияқты, виноват сияқты алтын берсең, ол міне сендерге осылай қыл керек деп одан бетер сен табалайтын болса, лучше бермей қой. Түркістаннан сәлемдейсің ба? Алейкум ассалам. Қайынәпкең құрсын деп, жоқ олай айтпа. Біреуге жаманшылық деме жан. Сүндетке
тақ жасында ғана отырған дұрыс дейді. Сол дұрыс па? Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Жұма күні нәпіл намаз оқуға, ораза ұстауға бола ма? Болады, себебі болса. Мәселен, сен среда, четверг, пятница қатар-қатар нәпіл ораза ұстап келетсің, ұстап кете бересің, жұма күні ашып бермейсің. Мысалы, сен 6 күн ұстауға ниет қылдың. Шәуәлді. Шәуәл нәпіл болады. Ол басталды среда күні. Среда күні ұстадың, четверг күні ұстадың, пятница күні ұстай бересің. Потому что қатар-қатар келетсің. Ал енді ұстамай келдіңде тура жұма күні бастап кеткен сәл жақсы емес дейді. Түсінікті? Ал егер ережеп тура жұма күннен басталса, онда ұстай бересің. Солай. Ал намаз оқуға бола ма жұма күні? Жұма күні нәпіл намаз оқуға болады, жақсы болады, оқу керек. Тек қана оқымайтын тұсы бар. Мешітке кіріп келген кезде имам уағыз айтып тұрса, имам құтпа оқып тұрса, күн тік тұрса, осындай кезде оқымайсың. Қалған уақытта оқи бересің. 2 жас мешітке неке қиюға бола ма? Куәгерсіз. Жоқ, куәгермен келеді. Күйеуім айлығын бұрын беретін, қазір бермей қойды. Онысы дұрыс па? Өзінен сұра. Мен күйеуің емеспін ғой сен. Сен менен сұрайсың, мен күйеуің емеспін ғой. Күйеуің өзінен сұрасаң, күйеуің айтады, сол жақсы болады, сол дұрыс болады. Өзінен сұра. Қызым 7 жаста. Шәуәл айы қай күні бітеді? 1 ай. Құран оқытып үйрететін программа бар ма? Бар. Алматы қаласынан Қостай қаласына жұмыспен келдік. Сапар намазын қалай оқисыз? Сапар намазын былай оқисыз. Таң намазына тиіспейсіз. 2 сүннет, 2 парызын полный оқисың. 5 намаздың 4 рекат сүннетін оқисың. 4 рекат парызды 2 оқып оқисың. 2 рекат сүннетті оқисыз. Екінші намазда 2 парызды, 4-ді 2 оқып қысқартасыз. Шамға тиіспейсіз. Құптанның 4 парызын 2 оқып оқисыз. Болды, қалғаны тиіспейсіз. Қайырлы күн. Кешегі Синельников мырзаның тренингі туралы не айтар едіңіз? Көп адамдар барды. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Бұл бір үлкен ғибрат дүние. Сен өз дініңді, өз салтыңды, өз ұлы пайғамбарыңды, өз ұлағатыңды білмегеннен кейін, ұлы сөздің ұяты жоқ, дамбалын дұрыс жумайтын, дәретін дұрыстап ала алмаған, мұсылман емес адамның артына Құдай сөйтіп сүмірейтіп қояды. Ең негізгісі, орамал таққан қыздар сендергені жоқ о жақта. Алладан қорқпайсыңдар ма? Пайғамбарың саллаллаху алейхи вассалам дініменен, Алланың елшісі аузындағы мүбәрәк сөзіменен, өмір сүрудің қағидасы бақытты, 2 дүниеде де бақытты болудың жолын үйретіп қойған болса, шашы дорбадай не мұсылман емес, дәретін дұрыс аламаған, өз жанұясын өзі жетектей алмаған, Алланың хидаятына жеткізе алмаған адамға тәуелді қойады. Бұл бір Құдайдың құдіреті. Өз дініңді білмесең, Құдай сондайға сені байлап қояды, сүмірейтіп. Бұл заңдылық. Сондықтан не дейміз енді? Оларға тіл тигізбей-ақ қояйық, артық сөз айтып, бірақ әлбетте надандық деуге болады. Басқа еш нәрсе емес. Қазір дінімізді, Қазақстандағы бүкіл ғұламаларды, имамдардың бәрін ғұламаларды жинап, Алланың дінін айтқан адамды сондай бір зал, сондай бір, білмеймін, барыс аренаға толтырамасаң, спортты емес ол. Бір оттаған бір дүние, сол оттаған дүниеге тәуелді болған адамдарға не айтуға болады? Аналар, өмір сүрген тірі аналар бар. Өз анаңа тыңдай алмаған сөзіңді, даладағы бір тұқымы жарымаған адамға қарау не сөз? Ал тұқымы жарымаған деген баланың көптігі емес. Тұқымы жарымаған деген сөз Алланы танымаған адам бейшара ол. Аллахты иманы мұсылман болмаған адам Құдай сондай бейшараға тәуелді қояды. Не істейсің? Аллах хидаят берсін оларға. Қараңғыда сыртқа шықсам, ізімнен біреу қарап тұрғандай болады, ізімнен қуғандай болады. Свет жағып шық, фонарикпен шық, дұға оқып шық, көңіл бұрмай шық.
Иә, рұқсат етпей қойды ғой Гүлвира. Гүлвира ұстазың мешітте айтсын. Кім айтып жатыр? Интернетте айтсын, кім қой деп жатыр оған. Гала концерт жинауға кім? Әр нәрсенің өзінің орны болады. Не істейсің енді? Интернет тұр ғой, аузына келгенін сөйле, айта бер. Мыңдаған, миллиондаған адам жина. Кім қой деп жатыр? Қызым 7 жаста түнде біреу қарап тұрады дейді. Дем салдырыңыз. Зекетті 5-6 мұқтаж адамға бөліп беруге бола ма? Болады, күшті болады. Шын мәнінде дұрыс. Бөліп берген дұрыс. Өйткені бір адам бәлем миллионға ие болғанша бөліп берген жақсы болады. 12 жыл тұрам, ислам бойынша неке қиылмады дейді. Қидырыңыз қазір. Синельниковтың кітаптарын оқуға қалай қарайсыз дейді. Мен де барған, оқығам. Ода тұрған проблема жоқ. Кітапты оқығанда тұрған жоқ. Кітап оқыңыздар. Маған десең, йоганың кітабын оқы. Кітаптың бәрін оқи бер. Кітап, ілім, білім, учение, свет. Надандық тима. Жақсы нәрсе оқыған. Бірақ оның философиясын өмірге кіргізуге болмайды. Синельников тұрмақ, оның 7 ата-бабасы бүкіл әлемнің қағидасын бір-ақ адам қойып берген, Алланың әмірімен. Пайғамбарымыз Мұхаммад с.а.в. қойып берген бізге. Соның жолымен жүре алмай, саған ұнаған нәрсені айтпайды да ол. Алланың жолын көрсетеді. Саған ұнамайды. Дәрет алған, намаз оқыған, бір құйрығын дұрыстап жуамайтын адамға тәуелдік қойып жатыр. Соның кітабын әлде қандай қылып, соның дүниесін тәуелді қылып жатсыз. Не істейсің енді? Алланың бұл құдіреті. Мысалы, адам сияқты бүтін киім тұрса, бүтін киімді жыртып киген мода болып жатыр ма? Бұл Алланың құдіреті. Адам сияқты киім кисең, сенің ешкім қарамайды. Жыртық киім кисең, мода деп қарайды. Соны қалай деп түсіндіреміз дегенде айтқан екен. Олардың ата-бабалар зекет бермеген, бишараларды қарамаған. Сон Алла тағала тұқымдарын сондай жыртық киімге кигізіп қояды дейді, сүмірейтіп қояды дейді. Негізі ақыл ес тұрса адам кимейді өзі жыртық киімді. Бірақ сондай қояды. Жақсы, Алла разы болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Аман болыңыздар, ниеттеріңіз қабыл болсын.